Перінің қызы туралы ертегілерді көпшілігіміз естігенбіз. Аңыз әңгімелерге қарағанда перінің қызы соқса, адамның бет-аузы қисайып ауруға шалдыға деген. Бұрынғы кездері пері соққан адамды молдалар оқып, ауруынан айықтырған көрінеді. Алайда заманауи медицина мұндай жағдайды жүйке жүйесінің ауруына жатқызады. Өткен ғасырдың бірінші жартысында Шонжыда жалпақ елге аты мәлім болған Раис Құйрықбайұлы деген молда өткен екен. Ол кезінде Ақыт қажының мешітінен тәлім алып, 2 жыл Ақыт қажыға көмекші болып бала оқытқан. Сол Раис молда пері соққан Болатқан деген жігітті оқып жазарда перілермен сөйлескен туралы әңгіме Шонжыдағы ел арасында күні бүгінге дейін аңыз болып айтылып келеді екен. 75 жасқа келген Шәмей Раис қызының айтуынша, 1941 жылы үйлері Шонжы ауданының Ұзынқұр деген жерін қыстап отырғанда, бір күні іштерінде ересек Болатқан бар. Бірнеше бала қарағай ішінен отын жинағалы барады. Қарағай ішіне кірген соң, отын теріп балалар жан-жаққа таралып кетеді. Кенет біреудің жан ұшыра бақырған дауысы шығады. Балалар бұл Болатқанның дауысы екенін танып, ол бізді қорқытпақ болып айқайлап жатыр деп аса мән бермей жүре береді. Алайда әлгі дауыс барған сайын үрейлі, қатты шығады. Секем алған балалардың бірнешеуі дауыс шыққан жерге жүгіріп келгенде құлап жатқан Болатқанды көреді. Қараса, оның бет-аузы қисайып, кейпі адам шошытарлық болып өзгеріп, аузынан ақ көбік шығып қырылдап жатыр екен. Болатқанның бұл кейпін көрген олар алғашында қатты қорққандықтан естерін жинай алмай қалады. Олар бірден ес тоқтатқаннан кейін бірнешеуі Болатқанның қасында қалып, қалғандары ауылдан адам шақыруға кетеді. Болған жағдайды естіген ауыл адамдары орманға қарай жүгіреді. Олардың арасында Раис молда да болады. Болатқанды көрген Раис молда перінің салқына теген екен. Қу жетімді көрген ай деп қатты күйзеледі. Болатқанды сырмаққа салып ауылға алып келгеннен кейін Болатқанды көрген ауыл адамдары оны қатты аяйды. Әншейінде артық ауыз сөз сөйлемейтін Раис молда қатты қаһарланып, не мен өлемін, не Болатқан жазылады. Мен бұл жетімді науқасынан айықтырамын, оны соққан перімен сөйлесемін дейді. Аңыз әңгімелерге қарағанда, егер молданың періге шамасы келмесе, ол ажал құшуы мүмкін екен. Ауылдағы азаматтарды жинап, ағаш пен темір соғатын ұста тауып, бір үлкен ағаш сандық пен мыстан тақтай жасатады. Ертесі күні алтын алаңқай деп аталатын жерді таңдап, қарын күретіп, жерге сырмақ, кілем төсеп, үстіне арнаулы жасатқан сандық пен мыс тақтайды қойып тақ жасатады. Бастаудан су әкеліп, пері соққан Болатқанды таза жуындырып, жаңа киім кигізіп, ақ киізге орап, әлгі тақтың алдына әкеліп жатқызады. Ауылдағы қарияларға, әйелдер мен балаларға үйден шықпауды, киіз үйлерді мықтап бастыруды тапсырады. Раис молда оншақты мықты ауыл азаматтарын таңдап алып, оларға өзіне көмекші болуда. Әрқандай тосын жағдай туындаса да әсте қорықпауды тапсырады. Раистың бұл әрекетіне ауыл адамдарының бір бөлігі сенсе, бір бөлігі сенбейді. Десе де, олардың барлығы